Джеффри Престон Джефф Безос, Amazon интернет компаниясының және Blue Origin аэроғарыштық компаниясының негізін қалаған американдық кәсіпкер. Ол сонымен қатарды Washington Post газетінің иесі. Ол $118 миллиард байлығымен әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Джефф Безос, Amazonның негізін қалаушы, бүгінгі таңдағы ең танымал интернет дүкен. Ол ваннаға арналған шамдардан антикварлық органдарға дейін, көгал гномдарынан пәтерлерге, автокөліктерге және зәулім үйлерге дейін барлығын сатып алуға болатын бірегей портал жасады. Джефф бірнеше рет планетадағы ең адамдар тізімінің көшін бастады. Ол әлемдегі ең жақсы менеджерлердің бірі, планетадағы ең бай адамдардың бірі және Time журналының жыл адамы. Ол әрқашан соншалықты бай және табысты болған емес, оның бүкіл өмірі өзін-өзі жетілдіруге толы болды. Оның табысқа жету жолы өте ғибратты. Джеффри Престон Безос 1964 жылы Нью-Мексико штатының Альбукерке шағын қаласында дүниеге келген. Ол Техастың алғашқы қоныстанушыларының ұрпағы. Джеффри ғылым мен техникаға ерте қызығушылық танытты. Ол үнемі ойлап табумен және өңдеумен айналысты, үнемі құралдарды қолданды. Қолы жететін жерде үйдегінің бәрін қайта жинап, бөлшектейтін. Ол ұлы өнертапқыш немесе ғалым болады деп болжанған, бірақ ол кездері ізденімпаз, ақыл ойымен жабайы қолдары бар бұл баланың бір күні планетадағы ең ірі сауда желісінің құрушысы болады деп ешкім ойлаған жоқ. Джеффридің ата-анасы оның құмарлығына араласпады, бірақ олар да оны қолдамады. Олар оны үнемі өзінің болашағы туралы ойлауға шақырды. Джеффри есейген кезде оның қарындасы мен ағасы болды. Ол ата-анасының басты тірегі, үміті болды. Бірнеше жылдан кейін әкесі Джеффке эксперименттер үшін гараж берді, ал атасымен бірге бала ойлап табуды жалғастырды. Олар қожалықтарына ауыл шаруашылығы техникасын, трактор, комбайн, жел диірменін жетілдірді. Джеффри бос уақытын осылай өткізді. Дегенмен ол мектепте де ынталы оқушы болды. Ол ішімдік ішпеді және темекі шекпеді, ынтамен оқыды, емтихандарда мектептің ең жақсы бағаларын жинады және кіріспе сөзді айту құрметіне ие болды. Оқуды бітіргеннен кейін Джефф электронды аспаптар және информатика кафедрасына оңай түсті. Принстон университеті. Мектепті үздік бітіріп, емтихандарын үздік тапсырып, 1986 жылы академиялық қауымның құрметіне бөленді. Оқу кезінде Джеффри өзінің физикаға деген құмарлығы мен біліміне қарамастан, оны басқалардан әлдеқайда жақсы емес екенін және оның бөлімінде онша көп мамандардың жоқ екенін түсінді, әлдеқайда қабілетті студенттер бар. Содан кейін Джеффри табысқа жету және